Кейін Хужрат сүресінің 6 аятында Аллах Тағала андай білімді баяндайды. Я айюхаллазина аману. Уа иман келтіргендер. Инжаакум фасиқум бинабаин. Қандай да бір пасық адам сендерге бір хабарды алып келсе. Яғни біреулер жайында. Фатабайяну. Оны айқындап байыбына барыңдар. Антусибу қоуман биджахалатин. Яғни қандай да бір адамдарға білместікпен, білімсіздікпен жаңағы хабарға сеніп, бастарына тауқымет әкеліп жүрмеулерің үшін. Фатусбиху ала ма фаалтум надимин. Сосын сол істеген істерің үшін өкініп қалмауларың үшін ең алдымен жаңағы әкелінген хабарды анықтап алыңдар дейді. Міне иман келтіргендерге Аллах Тағала осындай бұйрығын баяндауда. Бұл аяттың түсуіне себеп болған нәрсе осы хижраның 9-шы жылындағы пайғамбарымыздың Мұхаррам айында әрбір қауымға зекет жинаушыларды жіберіп жатты ғой. Міне осы солардың бірі Мусталақ деген тайпа еді. Пайғамбарымыздың жұбайы Жуайрияның жұрты. Бұлар бірнеше жылдар болды исламда жүргендеріне. Жалпы пайғамбарымызға өзінің жаңағы уақытысымен жыл сайын зекеттерін беріп жүрген тайпа. Мусталақтарға қарай пайғамбарымыз Әл-Валид ибн Уқба деген сахабаны жіберген болатын. Яғни олардан зекет малын жинап әкелуге. Сөйтіп Әл-Валид ибн Уқба оларға қарай сапарға шыққан болатын. Өздерінің қастарындағы бір мекендерде орналасқан басқа да тайпалар бар ғой. Міне сол тайпаларға да пайғамбарымыздың жаңағындай елшілері келіп зекет малдарын жинап жатқан болатын. Солардың біреуінен осындай сендерге қарай Әл-Валид ибн Уқба келе жатыр деген хабарды естіген кезде олар 20 шақты өздері атты жауынгерлер болып Аллах елшісінің елшісін күтіп алайық деген сондай бір құрмет көрсетейік деген ниетпен шығады. Сөйтіп жаңағы 20 шақты атты жігіт өзіне қарай алыстан осылардың бір келе жатқанын көрген кезде Әл-Валид ибн Уқба өзінің ойында бұлар бәлкім маған зекетті бермеуге, қарсылық танытуға, мені өлтіруге келе жатыр ма деген сондай бір ойға жеңіледі. Яғни ой деген нәрсе өзі бір қиын мәселе. Өйткені осы Хужрат сүресінің барлығы адамның ойын түзеуге түскен сүре негізі. Сөйтіп Әл-Валид ибн Уқба осындай ойға жеңілгеннен кейін кері қарай Мединаға қарай қашып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп, сол ойындағыдай хабарды жеткізеді ғой. Сөйтіп Аллах елшісі Холид ибн Валидтің қасына жауынгерлер беріп, сен барып бұл істің ақиқатын біліп қайт деген тапсырмамен жібереді. Сөйтіп Холид ибн Валид олардың орналасқан мекендеріне дейін жақынырақ келіп түнгі уақытта сөйтіп сырттарынан қарайды. 5 уақыт намазға азандары шақырылады. Өмірлері өзінің тәртібімен жақсы түрде жүріп жатыр. Сөйтіп бағанаға ойға сәйкес келмейді. Сөйтіп Холид ибн Валид бұл жерге мекенге кіріп, олардың Холид ибн Валидті де қасындағы мұсылмандарды сондай бір бойсынумен, құрметпен қарсы алғандарын байқап, ой тіпті өтірік екендігі айқындалады. Олар өздерін арнайы жаңағы елші жіберілді дегенді естіген кезде біз алдына шығып қарсы алайық, құрметтейік деп мына жақта күллі зекеттің малын дайындап қойған едік. Енді бұлардың барлығын Аллах елшісіне сіз алып барыңыз деп сөйтіп Холид ибн Валид күллі жаңағы Мусталақ тайпасының күллі зекет малын пайғамбарымыздың алдына алып келеді. Міне сол жағдайда осы мәселеге байланысты осы аят түскен еді, құрметті жамағат. Біз білу керекпіз. Көзіміз жетпеген нәрсеге байланысты қандай да бір ойыңызды хабар етіп баяндау, білім етіп баяндау ол нәрсені. Өйткені сізге мүмкін сенетін адамдар бар. Олар сіздің жаңағы ойыңызды бір ойыңызға келген нәрсені сөйлеп отыр деп ойламайды ғой. Олар сізді бір көреген, парасатты адам сөйлеп отыр деп ойлайды. Сондықтан біліңіз,
көзіңіз жетпеген нәрседе сіздің ойыңыз ақиқаттың қасында түкке татымайтын нәрсе ол тек қана ой, ол жалған, ол күдік, ол күмән. Сондай бір ауруларда себуге апаратын нәрсе. Екі адамның арасын бұзып қоюға болады. Ерлі зайыптылардың арасын, дос пен достың арасын. Сондықтан да осындай біреулердің әкелген ойы бұзбау үшін сенімділік деген нәрсе болу керек. Дос пен достың арасында, сол үшін дос, ерлі зайыптылардың арасында. Өзіңіздің бір ойыңызға еріп, біреудің телефонын тексеріп дегендей нәрселер. Күллісі ой. Бұның барлығы шайтанның мектебі. Мұсылман ешқашан біреуді аңдымайды, біреуді тексермейді. Бұған байланысты да арнайы аяттар бар осы Худжурат сүресінде. Мына жерде де егер де жаңағы кісінің хабарына сеніп, әскер көтеріп ана ауылға кіріп барса, бір қауым тауқымет шегереді. Сосын кейін ол өтірік екені анықталып, істеген істеріне өкініп қалатын едіңдер дегендей нәрсені айтып отыр Алла Тағала. Сондай-ақ мұсылман ешқашан ойына келген нәрсесін білім ретінде немесе бір шынайы бір хабар ретінде жеткізуден сақтануы үшін Аллах Тағала тәрбие өте қатты сіңуі үшін бойымызға, жанымызға Алла Тағала ондай адамды пасық деп атады осы аятта. Біреу деген жоқ, пасық деп атады. Ал пасық деген сөз негізі арғы мағынасы, негізгі мағынасы Алла Тағалаға бойұсынудан шыққан адам дегенді білдіреді. Пасық деген сөз Аллаға бойұсынудан шыққан адам деп. Бойұсынудан шығып Аллах Тағаланың бойұсыну тізгінінен басын шығарып алған адам деп айтады. Пасық деп. Мен өз бетімше жүремін дегендей нәрсе. Бұл жердегі мағынасы бүлік тудырушы деген мағынада тұр. Өйткені оймен екі адамның арасын, екі қауымның арасын бүлдіріп жіберуге, соғыс жасап жүруге болады да. Сондықтан хабар жеткізу деген нәрсе бұл мұсылмандардың ісі емес. Ойындағы нәрсені адамдарға кеп, мен осылай ойладым деп ең құрмаса айтса, ақиқатын білмеймін деп, жоқ ойындағы нәрсені солай деп айтып келу деген нәрсе, бұл мұсылмандарға да тән жаман қасиет екен. Осы нәрселерден арылуымыз үшін Аллах Тағала осы аятта әдемі айтуда бізге. Сондықтан кімде-кім ақиқатқа көзі жетпей, қандай да бір хабарда ойын сөйлей салса адамдарға, сөйтіп ол нәрсе арқылы қарым-қатынастар бұзылып жатса, бұл адам бүлдіруші, пасық деген мағынада танылып жатыр. Сондықтан да бұндай аттан мұсылман өзін аулақ ұстауы үшін Аллах Тағала бұл сөзді айтуда.